Сәлеметсіздер, бүгінгі біздің тақырыбымыз презентацияны безендіру, анимациялау, жандандыру. Біздің 4-ші тоқсандағы жасайтын жобамыз су тіршілік көзі тақырыбына болса, су астында тіршілік ететін жануарлар деп алуға да болады. Су тіршілік көзі. Су астында тіршілік ететін жануарлар. Мәтінді безендіруге болады. Келесі слайдымыздан бастап біз екі объект, екі нысан дегенді таңдаймыз. Бұған бірінші дельфин. Дельфин туралы. Дельфин. Google'дың іздейтін жолағына дельфин деп жазамыз. Бізде міне дельфин туралы. Дельфин wiki деп жазатын болсақ, қазақшасын береді. Wiki деп жазсақ, орысша мәтін ұсынады. Wiki деген Википедияның қазақшасы. Википедия. Дельфин дегеніміз сүтқоректілер класының кит тәрізділер отрядына жататын тісті киттер тобының бір тұқымдасы дейді. Көшіріп аламыз. Презентациямыздың бір бөлігіне қоямыз. Дельфиннің суретін әкеп қоямыз. Іздеу жолағына дельфин деп жазылып тұр. Сол жерде картинки дегенге басып, өзімізге ұнайтын дельфиннің суретін әкеліп қоямыз. Оң жағын басып, сохранить картинку как изображение тұратын жерге жаңа папка жасап алсақ та болады. Су тіршілік көзі деп. Көзі жобасы. Не болмаса су тіршілік көзі деп. Қояйық. Осы жерге дельфин. Дельфин. Дельфинді сақтап қойдық. Сурет қыстыру батырмасын басып, изображение папкасынан су тіршілік көзі деген буманы ашамыз. Бумасыз да сақтай беруге болады, бірақ егер сізде мына жақта файлдар көп болатын болса, бұл жерден іздеп отырған қиындыққа түсірмеу үшін бір бумаға сақтап қоюға болады. Дельфин. Бізде кішкентай, төрт жағынан тартып, белгіленіп тұрғанда төрт жағындағы түйіндерден ұстап тартып үлкейтсе болады. Дельфин жайында жасадық. Келесісі бізде не жайында болсын? Акула. Акула болсын. Біз енді іздестіру аймағына акула деп жазамыз. Акула. Қандай қорқынышты. Акуланың біз сондай бір мультфильмдегі акула сияқты екен. Сүйкімді акула тауып алайық, бар болса. Өсіруді алайық. Сохранить картинку как, оң жағын басып, дельфиннің қасына акула деп сақтап қоямыз. Презентациямызды ашамыз. Сурет қоятын жаққа акуланы шақырып алайық, вставить деп. Мәтін жазатын жаққа
акула жайында картинкенің қасында все дегенді бассақ, акуланың Википедия шығады орысша, бізге қазақша Уикипедия керек. Қысқаша акула дегеніміз норвегше балық деген сөз. Норвег тілінен енген екен. Тақта желбезектілер класы тармағына жататын балық дейді. Осы қысқаша ақпаратты көшіріп ставить деп мына жаққа қоямыз. Келесі тағы қандай? Кит. Акуланың орнына біз енді кит деп жазайық. Кит тәрізділер суда тіршілік ететін сүтқоректілер отряды дейді. Ғалымдар киттердің арғы тегі құрлықта тіршілік еткен ежелгі тұяқтылар не қарапайым жыртқыштар, креодонттар, тіпті бор кезеңінің жәндік қоректілері де болуы мүмкін деген болжам айтады. Осы араға дейін көшірейік. Оң жағын басып, копировать презентациямызға кеп ставить дейміз. Біз оның суретін іздейміз. Сохранить картинку как? Кит деп сақтап қояйық. Презентацияны ашып, сурет қыстыру батырмасын басып, китті әкеп қыстырып қоямыз. Бұларға біз дизайн жасауды алдыңғы сабақта өттік. Және біз суреттерге анимация жасап қойсақ болады. Бұл сурет анимацияның түрлері көп. Мәтінге де анимация жасап қоюға болады. Возникновение дейді мысалға. Енді переходы дегенге барсақ, біз бір слайдтан екінші слайдқа өтетін кезде, слайд дегеніміз презентацияның әрбір беті. Бір слайдтан екінші слайдқа ауысатын кезде бізде мына жерде қарапайым ауысулар бар, кішкене күрделі ауысулар бар. Күрделі ауысулардың ішінде мысалға блеск дейді. Бұл слайдқа блеск қойсақ. Егер барлығына бірдей болсын десе, применить ко всем дейміз. Бірінші слайдқа таңдағаннан кейін. Ал әртүрлі болсын десеңдер, онда әртүрлі слайдты белгілеп алып, әртүрлі мысалға екіншіге воронканы таңдасақ, үшіншіге сотый. Енді көрейік. Показ жасап көрейік. Бұл бізде бірінші блеск. Келесі слайд. Воронка. Келесі слайдымыз сотый деген. Акуладың китке өтетін кезде, китке біз таңдаған жоқпыз өтуді. Кез келгенін таңдай салайық. Растворение деп мысалға. Акуладың китке өтетін кезде біз растворение мынандай қарапайымдау келген. Немесе бәріне біз бірдей қоя аламыз. Бәріне бір переход қоя аламыз. Мысалға, орбитаны қоятын болсақ, применить ко всем деп. Онда қалай ауысады екен көрейік. Показ. Орбита. Онда осылай келіп отырады. Және біреуін көрейік. Кубты көрейік. Применить ко всем. Онда куб сияқты айланып тұрады екен. Осылай айланып тұрады. Өздеріңе қайсы ұнайды переходтың, соны қойып аласыңдар. Маған мысалға воронка ұнайды. Енді
әрбір суретке біз анимация қойдық, жандандыру. Бұны біз масштабирование дедік. Келесі жекелеген суреттерді де біз домалақ қылып, не басқадай формаға, әртүрлі формада қоюымызға болады. Китті мысалға домалақ қылып алайық. Акуланы. Китті де домалақ қылып алайық. Айнадан көрініп тұрғанса. Енді бұларға анимация жасайтын болсақ, белгілеп алып, анимация таңдаймыз. Қалай шығады? Часовая стрелка дейді, көрейік. Қалай шығар екен часовая стрелкамен? Акула бұлай шығады часовая стрелкада. Келесі китке анимация қоятын болсақ, увеличение дейді. Көрейік. Ол анимация, жандандыру. Қалай болатынын. Кішкентайдан үлкейе. Осылай әртүрлі анимацияларды қоюға болады. Және мәтінге де түрлі анимациялар қойып қойса болады. Выскакивание дейді. Көрейік. Секіріп өтті. Енді қойған анимация деген мәзірді таңдап, область анимацияны бассақ, қандай бізде анимация түрлері қолданылғанын көруге болады. Мысалға, суретке қолданғанымыз объект 4 дейді. Ал мәтіндікі ұнамаса, осыны белгілеп алып, delete басырмасын, delete пернесін басып, перне тақтадан өшіріп тастауға болады. Немесе оң жағын басып, удалить деп қойған анимациямызды өшіріп тастауға болады. Осылай біз слайдтардың бір-біріне ауысуына және жекелеген нысандарға, яғни суреттер мен мәтіндерге анимация қоюымызға болады. Осы жерге дейін жасаған жұмысымызды біз сақтап қойсақ, сақтап қою үшін файлды басамыз, сохранить как. Егер бірінші сақтап жатсақ, файлды сохранить какты басамыз, қай бумаға сақтаймыз. Документті ішіне сақтайтын болсақ, су тіршілік көзі деген атпен сохранить деп сақтап қоямыз. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сау болыңыздар.